Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Мариям, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында сливадан варенье жасайтын боламыз. Бұл варенье көптеген десерттер мен тәтті кондитерлік өнімдерден асып түседі. Бұл вареньені дайындау өте оңай. Ең бастысы жемістердің жақсы піскен түрінен жасау керек. Сонда ол өте күшті болып шығады. Жазғы жемістер піскен маусымында қысқа өте дәмді болып шығатын вареньені жауып алуды мүмкіндігін жіберіп алмаңыз. Бұл варенье үшін дәнегін алып тастаған жөн. Бұл жерде менде сливадан 11 килограмм және сахардан 5 килограмм. Енді қайнататын ыдысымызға сливаны саламыз және песок салып отырамыз арасында. Осылай кезек бәрін салып шығамыз. Слива әрқашанда банкеге жабу үшін жақсы. Олардың өзіндік дәмі бар, сонымен қатар түсі де бар. Бұл сливадан тек қана варенье емес, компот та жасауға болады. Компот өте дәмді болып шығады. Үйде жасалған сусындар магазиннің газдалған сусындарына қарағанда жақсырақ. Шама келсе, компот та салсаңыз болады. Сахарды тек бетіне ғана емес, сливамен араластырып саламыз. Сонда сливаны көп уақытқа қойғаннан кейін слива согын шығарады және қант ериді. Соңғы сахарды бетіне сеуіп тастадым және оның согы шығу үшін түнге қалдырсаңыз болады. Сосын оның согы осылай әдемі болып шығады. Сироп секілді. Согы шыққаннан кейін газге қоямыз. Орташа отта қайнатамыз. Осы қайнағаннан кейін көпірігі көп болып шығады. Көпірігін алып отыру керек. Міне осылай қайнап жатыр. Енді астын сөндіріп, блендермен өткіземіз. Сонда бізде джем варенье болады. Блендерден өткізіп болғаннан кейін вареньені суытамыз және 3 рет суытып, қайнатып, 3 рет жасаймыз. Сонда варенье суыған сайын қоюланады. Видеода ыссы күйінде болғанда ол сұйық болады. Суыған сайын ол қоюланатын болады. Варенье салатын банкілерді стерилизовать етіп қойдық. Қақпақтар да қайнап жатыр. Енді вареньенің соңғы қайнау процесінде лимонник кислотадан 1 ас қасық саламыз және 5 минут қайнатамыз. Жақсылап қайнап болған соң банкілерге қоямыз. Вареньені ыссы күйінде банкілерге құйып жауып тастау керек. Бұл вареньенің рецебі сенімді рецепт. Бұл вареньені анам жылда жасайды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Барлық вареньені банкілерге құйып шығамыз және қақпақтарын сол бойда закрывалкамен жабамыз. Менде 11 килограмм сливадан және 5 килограмм песоктан 13 литр варенье шықты. Бұл вареньенің дәмі кисло-сладкий. Сіз дәмі тәтті болған қаласаңыз, песокты көп салсаңыз болады. Банканың дұрыс жабылғанын осылай жатқызып тексеруге болады. Егер ешқандай су ақпаса, онда ол дұрыс жабылды деген сөз. Енді жабылған банкілерді осылай төңкеріп, жылы жерде ұстаймыз. Үстін жауып, суығаннан кейін қараңғы жерде және салқын жерде сақтаймыз. Міне біздің варенье дайын болды. Осылай қою әрі цветі шығады. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қысқа міндетті түрде осы вареньені жасап көріңіздер.
Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Мариям. Келесі видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын.